Қайырлы күн әріптестер, бүгін мен слайд жасаудағы 3 лайфхакты ұсынамын. Ең бірінші лайфхак фонды қалай алып тастаймыз. Алдарыңызда көріп отырған екі қыздың суреті тұр. Бірі артында таудың суретінде тұр, екіншісі артындағы фоны жоқ, яғни PNG форматында тұр. Осыны PowerPoint-тің көмегімен қалай алып тастаймыз. Ол үшін біз жаңағы қыздың алдымен суретін кірістіріп аламыз. Вставка, рисунок деймізде, мына бір қыздың суретін алайық. Осы қыздың артындағы, таудың артындағы фонды алып тастауымыз керек. Біз ол үшін егер картинканы белгілесек, жоғарыда работа с рисунками деген шығады. Соны астында удалить фон деген бар. Соны белгілейміз, соны басамыз, содан кейін барып картинаның ұзындығы бойынша обрезка жасап аламыз. Егер мысалы сіздерде енді осыны басамыз, енді байқап кейбір жерлерде мысалы бізде мына юбкасы, ақ юбкасы қатты көрінбей қалды. Қарап отырсаңыз, енді соны реттеп алайық. Ол үшін қайтадан басамыз да, удалить фон деген кезде пометить области сохранения дегенді басамыз да, сосын мына жерді біз, мына жерде бүйтіп белгілеп алсақ болады. Сосын былай бассақ бізге міне қыздың юбкасын шығарып берді. Немесе мына жерде кей кездері қолы мен кәжекейінің ортасындағы жерді алмай қалған жағдайда тоже удалить фон дегенді қайта басып, мына жерде пометить область для удаления дегенді басып, мына жерін бүйтіп осылай кетіріп алсаңыз болады кейбір жағдайларда. Так, енді осының артына біз фон әкеліп қоямыз. Ол үшін дизайнға барамыз, формат фонаға барамыз, рисунок или текстура деген жерден, файл дегеннен бір таудың суретін алып келіп қоямыз. Сонда бізде әдемі фон шықты, әдемі картинка пайда болды. Бұл PowerPoint-тағы бірінші мүмкіндік, яғни ерекше слайд жасаудағы бірінші лайфхак. Екінші лайфхакқа кезек берейік. Ерекше слайд жасауда қолданылатын бұл да бір керемет лайфхак. Егер қарайтын болсақ, міне қарап отырсаңыз, мына жерде жұмбақтар бар. Сол жұмбақтардың қасына жауаптары сәйкесінше барып жатыр. Осыны PowerPoint-тың көмегімен қалай жасаймыз. Яғни әрбір жұмбақтың жауабына сәйкес фотоны қасына алып баруымыз керекпіз. Ол үшін не істейміз? Ол үшін алдымен жұмбақты әкеліп қойып аламыз. Мен әкеліп қойдым. Енді осыны PowerPoint-тағы анимацияның көмегімен қалай жасауға болады. Ол үшін бірінші компьютердің айнасы, бағдарыңды таңдашы, сурет сөзін көрсетіп тер, соған пайдасы. Яғни бұның жауап бізде монитор. Жауап бар картинканы белгілейміз, мониторды белгілейміз, сосын жоғарыдан анимация дегенді басамыз. Сол жерде линия деген бар, линия дегенді басамыз. Сосын бізде линия қазір төменге қарай кетіп тұр. Енді біз бұны керекті жеріміз мына жерге картинкаға барамыз. Просмотрдың көмегімен қарайық. Просмотрдың көмегімен қарайтын болсақ, біздегі монитор дұрыс жауабы бойынша мына жерге келіп тоқталды. Келесі, бұтақ орында 1001 инесі, компьютер жаны мекені дейді. Оның жауабы кактус. Енді келесі картинка біз кактусты белгілейміз. Сосын анимациядан дуги дегенді таңдаймыз бұл жерде. Енді біз жанына ғана апара қоямыз ғой, сондықтан біз мұны апарамыз да мына жерге қоя қоямыз. Енді көрейік. Бірінші мониторымыз кетті, екінші кактусымыз кетті. Кактусты төменге қарай қою керек, сондықтан мынаны кішкене төменге қарай қоямыз, жазуымыз көрінетіндей етіп. Келесі, бар құрылға әркім білмес, ғаламтормен байланыстырар, телефонға жалғанып ақпаратпен алмастырар. Модемнің суреті, ол үшін модемді белгілейміз, жауап модем. Сосын линия дегенді аламыз да, мына жаққа қарай апарамыз, жауап мынау ғой бізде. Келесі жұмбақ бізде әдетте үнсіз тұрамын,
белгі берсең оған жазуы бар қағаздың құралы болып шығамын дейді. Ол бізде жауап принтерді белгілейміз де мына жерге барып линия дегенді баса қойсақ болады. Яғни мына жақтан мына стрелканы алып мына жерге барамыз. Стрелканы алып мына жерге бара қоямыз. Сол кезде бізде барлық жауап реттелінді. Енді көрейік. Монитор кетті, кактус кетті, келесі модем кетті және принтер орнына барды, бәрі қалпына келді. Енді үшінші мен сіздерге ерекше слайд жасаудағы үшінші лайфхакпен бөлісемін. Бұл лайфхак гиперссылка қою. Мысалы қараңыздар, бір жерде информатика ғалымдарының екі суреті берілген. Мысалы бірінші біз Чарльз Бэйбидж туралы оқушыларға көрсетеміз. Осы Чарльз Бэйбидж деген кім? Сұрақ қойғаннан кейін жауаптарын тыңдап алғасын. Ол туралы тағы да қосымша ақпарат берсеңіз болады. Яғни оны қалай істейміз? Яғни сіз гиперссылка қоятын объектінің үстін белгілейсіз, вставкаға барып, осы жерде гиперссылка деген болады. Енді мен осы Чарльз Бэйбидж туралы информацияны 6-шы слайдқа салып қойдым да. Ол үшін Чарльз Бэйбидждің үстінен басып, вставкаға барып, гиперссылка деймізде, место в документе дегенді бассақ, мына жерден слайд 6-ға келу керек. Яғни Чарльз Бэйбидж туралы ақпаратты оқушыларға ұсынуымыз керекпіз. Енді осы жерден біз қайтадан осы 5-ші бетке келуіміз керекпіз. Ол үшін не істейміз? Біз вставкаға барып, фигураның ішінен стрелканы қоямыз мына жерге. Сосын қайтадан 5-ші бетке келуіміз керекпіз. Осыны басып тұрамыз да, гиперссылка дейміз. Енді біз 5-ші бетке келуіміз керек. Біз қайтадан 5-ші бетке келеміз. Енді проверка жасап көрейік. Тексеріп көрейік, с текущего слайда деп қарайық. Яғни бізде бұлар кімдер, информатика ғалымдары деп оқушылардан сұраймыз. Ал Чарльз Бэйбидж туралы сендер қандай ақпарат білесіңдер деп айтады. Айтқаннан кейін сіз енді ары қарай импровизацияға байланысты, мұғалімнің шеберлігіне байланысты сіз осындай ақпаратты ұсына аласыз. Чарльз Бэйбидждің үстінен бассаңыз, қолдың сурет шығып тұр, соны бассаңыз, Чарльз Бэйбидж туралы ақпарат ұсынып тұр. Кейін мына стрелка бөлімімен қайта келіп, осы слайдқа ораласыз. Дәл сол секілді Блейз Паскальға да гиперссылка жасап қойсаңыз болады. Кәделеріңізге жарасын, менің каналыма тіркеліп лайк басып пікір қалдыруды ұмытпаңыз.